Сәлем баршаңызға. Мен алдында фетр матасынан осындай корзина жасаған болатымын. Көрген кісілер болса, енді мен осы корзинадан қалған матаға тағы да бар корзина жасамақшымын. Әуелі каналыма жазылып, қолдап, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Міне осындай фетр болатын. Енді біз оны өлшеп көреміз. Сәл ғана жаңағыдай үлкендеу емес, шағын ғана қылып жасайтын боламыз. Және де бұған ручкалар керек еще. Қазір мен ойдан қанша шығады, сонша. Где-то 18 сантиметрден мен өлшеп аламын. Айналдырып 18 сантиметрден өлшеп аламын. Осыны ұзынымызын сызып алатын боламыз. Бұл жолы мен төртбұрышты емес, домалақ емес, то есть төртбұрышты етіп корзина жасайтын боламын. Мел ойыншықтарды салып қоюға өте ыңғайлы болады. Ардап шама. Қисықтау екен, мынаумен алайын. Сонда біз мына бөлікпен кесіп тастайтын боламыз. Сонда біз тігіске где-то 0,5 қалдырмыз керек. Шағын ғана корзинаға шағын ғана ручка жасаймыз. Осылай екінші бөлігінде дайындап аламыз.
сразу. Сонда бұл былай бүктеліп тігілетін болады. Осылай 2 ручкасы дайын болды. Енді тігуді бастаймыз. Кітап тігемін деп осындай мен жаңағыдай қағазға осындай дракончик бар, аяз ата бар, түрлі фетрдан тіккен болатынмын, бірақ басын бастап кейін желанием қашып кетті да, сонымен қалып кеткен, өте күрделі екен, кішкентай детальдермен жұмыс істеген. Сонымен осыны құрбысқа кетірмейін деп осыны корзинаның бетіне тікпекшімін. Мынандай аяз атаның да несі болған, бірақ бұл көлем жағынан сәйкес келмейді екен. Сондықтан мен дракончикті қырқып осы корзинаның алдыңғы бетіне жабыстыратын боламын. Жабыстырғанда, яғни айналдырып тігіп шығамын. Сондықтан да кішкене ғана 1 мм, 2 мм қалдырып қырқып алам да соның үстінен тігіп шығатын боламын. Осылай бірінші жаңағы алдыңғы жағына, алдыңғы бетіне осыны қойып тігіп алатын боламыз. Әуелі инелермен қадап аламыз. Қимылдап кетпес үшін инелермен қадап алған дұрыс. Ине такой болып қалды. Осылай қадап енді айналдырып тігіп шығамын. Жалпы мынау алдыңғы жағы, алдыңғы жағының бір боковойына осындай белгілеп алдым. Енді осыны айналдырып тігіп шығатын боламын. Содан кейін мына боковойларын бір-біріне қосатын боламын. Mama. Енді біз осы жақтауларын ішкі жағын былай тігіп шығуымыз керек.
осылайынан штоп ішінде қалып сырты әдемі болатындай. Мыналардың инелері қалып кетті, инелерін алып тастайын. Енді ішкі жағынан мына беттерін, мынасы обязательно тілік болу керек. Осы беттерін бір-біріне қоса отырып тігіп шығатын боламын. Мына осылай 4 бөлігін қосып алатын боламын. Бізде мынандай корзина шықты. Енді осыған біз мына жерін тағы тоже былайынан кішкене 0,5 етіп тігіп шығамыз, чтоб барлық жағы тең болу үшін айналдырып осылайынан 0,5 тігіп шығатын боламын. Сызығымен әдемі алуға керек. Міне бізде осындай әдемі корзина шықты. Енді біз оған екі жағынан ұстайтындай ручка орнатуымыз керек. Енді ручканы тоже мен алынбалы салынбалы. Сіздер алдыңғы жаңағыдай сабағымнан көргендеріңіздей тоже дәл сондай етіп осылайынан ручканы орнататын боламыз. Көрмеген кісілер болса, видеоның астына сілтеме қалдырып кетем, сол сілтеме бойынша көрсеңіздер болады. Корзинамызға ручканы екі боковой бойдан орнатамын. Енді бірінші орнатпас бұрын примерно есептеп алам, қай деңгейде тұратынын. Осылайынан енді где-то так осындай и осындай. Так. Деңгейін көре салайын. 8 сантиметр. 8 сантиметр. Тура есептеппін. Где-то 3 сантиметр дейікші. Шеттен алсақ, нардан да 3 сантиметр. 3 сантиметр екен. Енді осыған біз мынадай жаңағыдай тесетіні бар, арнайы пресс аппараттың. Вообще-то осындай құрал алуларыңызға кеңес беремін. Егер де сіз осындай фетрмен жұмыс жасайтын болсаңыздар, немесе тігін тігетін болсаңыздар, киім, әсіресе балалар киіміне осындай
кнопканы орнатқан негізі ыңғайлы. Темірден қарағанда осы жақсырақ, өйткені қараймайды, бұл жаңағыдай тат басып қалмайды, мысалы жуғанда. Так, бізге әуелі мынандай болып тұру керек. Мына жағы, демек мына жаққа екеу. Так, мынау мына жағына, мына жағына. Так, мына жаққа, мынау, мына жаққа, және мына жаққа. Енді бізге мына жанына керек. Сонда біз 4 кнопка орнататын боламыз. Мынау кнопкасына іш жағынан орнатамыз. Жаңа тескен жерімізге. Тесілген жеріміз қайда кетіп қалды? Тесілген жерімізге осылайынан қоямыз. Да, мынаны осындайын бұлайынан кигізіп қысып аламыз. Ой, қазір. Енді осылай қатты қысқан кезде осылай болып шығады. Енді екіншісін орнатамыз. Екіншісінде мына жағын саламыз. Мына жағын. Бұлайынан кигізіп бұнда пресс аппараттың көмегімен қысып алатын боламыз. Надо бір қысып жіберсек осылайынан болады. Енді біз мына жағына да бұлайынан тұру үшін орнататын боламыз. Бірінші мына жерден аламыз, тесеміз бұны да әдемілеп жақсылап. Мына жақтан кигіземіз. Және мынасын мына жаққа орнататын боламыз. Енді салып тексеріп көреміз. Жақсы. Қадалды. Енді мына жағын орнатамыз. Келесі жағында тесеміз. Мына өте әдемі көрінді. Екінші жағында дәл осылай етіп кнопка қадап алатын боламыз. Мына екі ручкасын да орнаттық. Былай қарағанда осылайынан болып тұрады. Өте әдемі. Ручкалары алынады. Енді балон ойыншығын сала берсе болады. Осылайынан жаңағыдай фетрден тігіп, неше түрлі корзина, ойыншық салатын, немесе корзина для белья деп жатады ғой. Осындайларды тігіп алсаңыздар болады. Осындай корзина шықты бізде. Енді балалар машинкаларын осыған салатын болады.
Мусей ұнады ма? Міне осылай машинкаларын салып қойды. Балаларға өте ұнады.